Tabandan tozып kеттім. Kvartira іздеп жүрмін, kvartira. Kvartira бар ма, арзандау kvartira? Осыдан 1 жыл бұрын ауылдағы кең сарайда үйді сатып, осында көшіп келгенбіз. Несін айтасың, kvartira ала қаламыз деп. Қаяқтан kvartira аламай қалдық, қымбат екен ғой kvartira. Сонымен қазір жалдап тұрып жатырмыз kvartirаны. Жалға ақысын төлеп, ай сайын жалдап, қазына леви берік, прави берік, бәр жердің бәрін біліп алдық қазір. Қай жерде не бар екен Астананың? Қыдырып емес Астананы. Квартирадан квартираға көшіп жаттап алдық көшелердің бәрін. Осы жерде бір арзан квартиралар бар деп жазып қойып тұр мынау рекламада. Соның алдына адамдар шығады деп еді. Келе жатыр ма? Қазақ па екен, орыс па екен? Здрасте. Здрасте. Квартира? Квартира. Квартирант. Квартирант. Да. Посуточно, да? Посуточно. Не айтып жатсыз, түсінбедім. Не, квартира есть? Есть. Надо. Я на улице остановилась. Дети маленький. Қазақ сөйлей берсе. Адам жында деп кеттің ғой. Қазақша білесіз бе? Самая русская, қазақтардың ғасыр жүріп, әбді қазақ болып кеткенбіз. Мен осы Астанада леви берікте бабушка жүрсек бәрі таниды. Баба Шура дейсіз бе? Баба Шура емес, бабушка Шура. Бабушка Шура. Квартира іздеп жүрсің бе? Я. Квартирадан көп қой менде. Болды. Бірақ саған қоятын условияларым бар менің. Ана үйді әктеп, краскілеп дегендей. Ой, ондай жұмысты мен ауылда күнде істеп жүрмін ғой, мен ондай жұмысты. Қолымнан бәр нәрсе келеді. Үйде бұзылып қалған заттар бар ма? Бар. Соның бәрі құрап берем. Дуалыңыз түсіп қалған жер бар ма? Сылап берем. Суыңызды тасып берем. Анда-санда арқаңызды қасып берем, апай. Керек жоқ. Мен саған бір 3 сұрағым бар, соған жауап берсең, квартира твоя. Сол-ақ па? Ой, мен мектепті қызыл аттестатқа бітіргем, қоя беріңіз қалай. Кім? Мен? Сен қызыл аттестатқа бітіргенсің ба? Мына түрі мен қызыл аттестатқа бітіргем деп қой. Қой, бірінші сұрағым қойын. Отбасың бар ма? Бар, отбасым бар, үйленгем. Үйіңе қонақтар келе ма? Енді апай қазақпыз ғой. Аптасына 1 рет қонақ шақырмасақ, несіне қазақпыз, келеді қонақ. Осы қазақтарға таңым бар. Үйіне қонақ шақырады, үйінің бәрі шашып тастайды. Үйін бәрі шашып тастайтын керек жоқ. Бұяқта ешкім танымаймын, ешкім шақырмаймын, апай. Боп, екінші сұрағым қойын, бала шағың бар ма? Бар, 5 бала шағым бар. Әйелім 6-шына 2 қабат. Сен 5 бала шағың бар ма? Өзі мынандай 5 бала шағым бар деп қойды. Қой, сен маған жарамайсың. Маған өзім сияқты жалғыз басты одинокий адамдар керек қой. Кет айлан. Квартира бар. Ақшасын алдын ала төлеп қоям, апай деймін. Апай. Шура. Дура десе. Бар болса бар деп еді, жоқ болса жоқ деп еді, не деген адам ей? Бала шағамды сұрап оны бен. Ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум. Merhaba arkadaş, nasılsınız? İyi misiniz? Burada ne iş yapıyorsun arkadaş? Anlamadım. Allah. Ne айтып жатсыз? Burada ne iş yapıyorsun arkadaş? Anlamadım. Қазақша, қaf, қазақша. Қaf, қазақша. Kazaksın mı? Я қазақпын. Kazaksın mı? Қазақпын ғой. Kıvırtır izleyip жүрсің ба? Қайдан біліп қойдыңыз, іздеп жүрмін, я? Kazaklardan başka kim izleyip kıvırtır? Bir şeyler Kazak izleyip başka kim izleyip? Аға, квартираңыз бар ма? Kimde? Сізде? Mende 40 kıvırtır var. 40? Kalanın sentrinde 20 kıvırtır var, sırtında 20 kıvırtır var mende. Sen satıp alasın mı? Жоқ ай. Ай сайын ақысын төлеп жалдап тұрам. Kança? Енді 20 мың берейін. Kança? 20 мың. Onda ben seni garajga turguzam. 20 mыңға. Онда 30 мың берейін, ағай. Onda banyaga turguzam. Zato balaşağın жылы çatasın, çavramaysın. Енді аға. Sende balaşağa var mı? Жоқ, бала шаға бар. Kança? 5 бала шаға бар. Әйелім 6-шына 2 қабат. Kança? 6 Құдай қаласа. Sen koyan bu pütkesin mi? Niye bu pütkesin sen? Ha? Allah. 6 balaşağın var, eşit bir kıvartırın yok ağımak. Sen tünde oylanbaysın mı? Men ne жасап жатырмын? Men ne жасап жатырмын деп oylanbaysın mı sen sonda? Allah. 6 balan var, eşit bir kıvartırın yok ağımak. Svet öşçe bu bas salasın ağımak. Allah. Жоқ, аға. Құдайдың бергені ғой, адам соған ойлана ма қойыңыз? Конечно ойланады. 6 balan var, eşit bir kıvartırın yok.
Seni koy bir kendi oylanmayın mı? Biz ne жасап жатырмыз? Biz ne жасап жатырмыз деп. Жоқ, аға. Бізде қазақтарда бала шағаның көп болғанын қалайды. Бізде қазақтарда мақал бар. Бір қозы туса қорада, бір түп жусан артық шығар далада деген. Мә, өсет саған жусан. Ақымақ. Жусан сен танысың ба, ақымақ? Өстеген жерге өсе беретін жусан сен жегжаттың ба, ақымақ? Жоқ, аға енді бір квартира. Алла. Аға енді бір квартираңыз беріңізші. Аға, егер бір квартираңыз берсеңіз, бұдан кейін ойланам, аға. Сен светті өшірме, ақымақ. Светті жақып қоям, аға. Тоба, мұндайды адам болады екен, ава. Құдайдың берген 5 бала шағасы ғой, соған адам ойланама. Ой, тоба, не деген адам ей? Ақшасын алса болды емес пе? Ақысын төлеп тұрып кеттік осы уақытқа дейін. Не деген адам шетінен бер? Ой. Ой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Құлағыңыз керең ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз деп отырмын. Қайта. Қуанып тұрмын, қобалжып. Мен де. Бағанадан бері сыртыңыздан бақылап тұрмын. Аха. Мына жерде тентек қой ұқсап, айналып жүрсіз. Тентек қой демеңіз, қарындас. Тентек қошқар деп айтыңыз, қарындас. Пәтер іздеп жүрген жоқсыз босы? Іздеп жүрмін. Пәтеріңіз бар ма? Иә. Қанша бөлме? 2 бөлмелі. Мен тұрайыншы. Құдай берді міне. Құдай қаласа. Бай табылды, кеуге шығатын болдым. Өттім ау, ақыр үйтпейт жүріп жақсы болды. Адрес қандай, қарындас? Бойдақ болдыңыз ғой. Жоқ. Ажырасқансыз. Құдай сақтасын, 5 бала шағам бар. Әйелім алтын ішіне қабат. Етпейсің бе бағанан бері тентек қой ұқсап қасымда секіре бергенше? 2 бөлмелі үйім бар еді. Берем ба десем саған біреуін. Ертеңші еді. Бір араларында бір бойдақ, бір ажырасқан жігіттер жоқ па? Адам нерв ұстайды. Ақшасын төлейміз ғой, қарындас. Сені квартираға тұру үшін ажырасамыз ба енді? Қандай адам бер, мазақ тұрма адамды өзі квартира таппай далада қалып, не істерін білмей тұрсаң адам деген, не деген адам бер шетінен? Аға, енді өзіңіз бір квартираңыз беріңізші, аға. Маған осындай 12-де 4 күлі ашылған қыз керек. Сен сияқты еркек керек емес. Ой, бұл қызда квартира берейін деп жүр, алайын деп жүрген жоқ. Берейін деп жүр ма? Иә. Мен жаңа сигарет шегіп тұрып ойландым. Сен өте бақытты адамсың. Қанша бала шаға бар? Құдай қаласа 6 деп отырмыз енді. Машаллах. Бақытты адамсың. Менде 1 штук бала бар. Америкада, Лос-Анджелесте. Сволыш мен тастап кетіп қалды. Тастап кетті ма? Мен соған арнап қартайған шағымда мені бағат деп 2 этажды үй салғам. Ол сволыш мен тастап кетті. Сол қаңырап бос қалды. Биыл ассамблея жылы мен саған жақсылық жасайын. Рамазан айында. Сен соған барып бала шағаңмен тегін тұр. Ақша бермей-ақ қой. Қарауыл болып тұрсаң болды. Отвечаю. Рас айтып тұрсыз ба? Рас. Қойыңызшы. Қоймайым, не қоям мен? Қоямайым мен. Сонда кәдімгіде 2 этаж дей ма? 2 этажды коттедж. Қанша бөлме? 28 бөлме. 28 бөлме? Иә. Ой, қорқам мен өқтін. Алла. 6 бала шағаңмен қорқып ақымақ. Қорқсан қатыңды алып жат қасыңа. Ой, маған 1 бөлме болса да жетеді қой. Подвалында 3 тонна ролтым бар. Қарның ашы ішіп жеп жатасың. Жоқ, аға, рахмет. Пейіліңізге, ниетіңізге рахмет. Бай екен деп тонап кетер, құрсын керек. Алла. Жақсылық жасасан да жақпайсың. Онда сен 20 мыңға квартир ала алмайсың. Неге аламайым? Ала алмайсың. Алам мен. Ала алмайсың. Мен әлі үйдің кезегіне тұрып қойғам. Үй алам әлі мен. Қаншасы болып тұрдың? Менің алдымда 44 мың адам бар. Алла. Онда сен балан 44-ке келген кезде аласың. Өзің 84-ке келесің, үй аласың. Неге аламайым мен? Неге аламайым? Жақсы сөз жармырыз, жақсы сөйлеңіз, алам. Ақымақ, сен қолыңа ие бол. Мен карате миға қатысқам. Неге? Карате ми. Карате ми емес, карате до деп айтады оны. До, ре, ми, фа, сол, ля, си, бәріне қатысқам. Мен каратистпін. Өткенде немеремді зоопаркте қыдыртып жүрсем, зоопаркте жолбарысы сеткісі ашылып кетіп, маған қарап тұра ұмтылды. Жолбарыс па? Жолбарыс. Қойыңызшы. Рас. Сосын? Аузын ашып ұмтылып еді, аузына қолын тығып алдым. Жолбарыстың аузына ма? Иә. Өтіп қойыңызшы. Ол мен тістейін деп ұмтыла бердім, мен тыға бердім, ұмтыла бердім, мен тыға бердім.
Bir кезде қолым жолбарыстың артынан шықты. Рас! Құйрығынан ұстадым да сілкіп қабым, іші сыртынан алып қалды, теріс айналып қалды. Ақымақ, қолыңа ие бол, ішіңді сыртыңа айналып жүрмесің, ақымақ. Мен саған жақсылық жасаймын, сен маған жамандық жасайсың. Алла. Мен бар ғой, сізге ерегіскенде бар ғой. Ойланбай, светті жағып қойып, өшіріп қойып, 10 балашаға жеткізем мен. Жеткіз. Сосын Шыңғысханның әскер ұстап көшеде жүріңдер. Квартира бар ма? Олу тұрып бәрі. Әйелім 10 бала босанады. Сосын өкімет 6 медал береді. Сосын барып үй береді. Сөйлемей кетті. Жол бар шеп қойғанда жақсы болатын еді, квартираның бөліп алатын бәріміз. Қандай адамы бәрі шетінен? Адам далада қалып, қай жерге басар тауы баратын жері болмай тұрса, адам жынын келтіріп қай. Уағалейкум ассалам. Ассаламағалейкум. Өсіп айтатын білдің ғой? Ассаламағалейкум. Квартира іздеп жүрсің ғой деймін. Иә, аға, квартираңыз бар ма? Аға, көмектесіңізші енді. Қазақсыз ба, аға, қазақсыз ба? Өзіңіз көмектесіңізші, аға. Burada ең арзан квартира талапкермен қосшыда болып тұр ғой. Шамал жақындау жер жоқ па, аға? Қорғалжын ше. Одан да жақындау жер жоқ па? Кішкене аға, кішкене көмектесіңізші. Онда Ильинкаға барайық. Жоқ, аға, енді өзіңіз бер. Қандай болса мақұл көнем, шамал арзандап беріңізші, аға. Бала-шағамен далада қалдым, өзіңіз көмектесіп жіберіңізші, аға, енді. Мен де квартира іздеп жүрген қазақпын. Не? Адам сөз тыңдамайды екен. Бағана берме айтпайсыз ба, мен күліп өттік қой. Көмектесейін деген ғой, мен қолымда тұрасың. Қой мені, мен дедім, ең арзаны 60 мың теңге, айлық 60 мың теңге жетпей жатыр ғой енді. Қой ей! Иә. Мен де айлығым 60 мың теңге ғой. Жетіп қалсын. Давай онда екеуміз бір квартира тұрайық. Қазақ болып, бауыр болып, екеуміз бір квартира тұрайық та. Сөйтейікші, қанша балашаң ма сен? 5, 6-шына 2 қабат. Сен қоян болып кеткесін бе сені? Неге ойланбайсың, неге светті өшіресің сені? Қайтып өшірмейсің, оны чөпшік айналады ғой. Білмеймін, жаңа маған өшіп орысып кетті маған. Орқып кеттім ғой адам, соғанда адам ойланама деп. Білмеймін ғой, ойланма. Екеуміз бір квартира тұрайық. Мен айлығым продуктіге, сен квартираға. Сөйтейікші. Қазір қай жылғысың? 81 мың. Ой, братан екенсің ғой, мен 83 мың ғой. Айтпайсың ба, ағаға да бөлдім ғой. Маңдайыңа жазып қой 83 бе. Бір квартира. Мен келіншегім саған кім болады? Енді сен жасың кіші келін болады, мен қайнаға болам. Сенікі маған кім болады? Жеңге болады. Мен қайнысы болам. Иә. Зато жеңшем көңіл күйінен шығам, ойыннан шығам. Балдарың мен сияқты здоровый шығады. Немене здоровый болады? Келмей бақылары. Бір арам Үйде бұзылып қалған заттар бар ма? Бар. Соның бәрі құрап бірем. Дуалыңыз түсіп қалған жер бар ма? Сылап бірем. Суыңызды тасып бірем. Анда-санда арқаңызды қасып бірем, апай. Керек жоқ. Мен саған бір 3 сұрағым бар, соған жауап берсең, квартира тұрая. Солақ па? Иә. Ой, мен мектепті қызыл аттестатқа бітіргем, қоя беріңіз қалай. Кім? Мен? Сен қызыл аттестатқа бітіргенсің ба? Мына түрі мен қызыл аттестатқа бітіргем деп қой. Қой, бірінші сұрағын қойын. Отбасың бар ма? Бар, отбасым бар, үйленгем. Үйіңе қонақтар келе ма? Енді апай қазақпыз ғой. Аптасына бір рет қонақ шақырмасақ, несіне қазақпыз, келеді қонақ. Осы қазақтарға таңым бар. Үйіне қонақ шақырады, үйінің бәрі шашып тастайды. Үйін бәрі шашып тастайтын керек жоқ. Bu yoqda hech kim tanimay, hech kim chaqirmayman, apay. Bo'pti, екінші сұрағым қойын, бала шағың бар ма? Бар, 5 бала шағам бар. Әйелім 6-шына 2 қабат. Сен 5 бала шағың бар ма? Өзі мынандай 5 бала шағам бар деп қойды. Қой, сен маған жарамайсың. Маған өзім сияқты жалғыз басты одинокий адамдар керек қой. Кет айла. Квартира бар. Ақшасын алдын ала төлеп қоям, апай деймін. Апай. Шура, дура десе. Бар болса бар деп, жоқ болса жоқ деп, не деген адам ей? Бала шағамды сұрап оны бер. Ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум. Merhaba arkadaş. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada ne iş yapıyorsun arkadaş? Anlamadım. Allah Allah Allah. Ne айтып жатсыз? Burada ne iş yapıyorsun arkadaş? Anlamadım. Қазақша, қап қазақша. Қазақша. Üstügün жерге өсе беретін жүз сен жек жаттың ба ақымақ? Аға енді бір квартира. Allah Allah. Allah. Аға енді бір квартираңыз беріңізші. Allah. Аға, егер бір квартираңыз берсеңіз, бұдан кейін ойланам, аға. Sen svetті өшірме ақымақ. Светті жақып қоям, аға.
тоба, мұндайды адам болады екен ау. Құдайдың берген 5 бала шағасы ғой, соған адам ойлана ма? Ой тоба, не деген адам ей? Ақшасын алса болды емес пе? Ақысын төлеп тұрып кеттік қой осы уақытқа дейін. Не деген адам шетінен бері? Ой. Ей? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Құлағыңыз керең ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба деп жатырмын. Қайта. Қуанып тұрмын, қобалжып. Мен де. Бағанадан бері сыртыңыздан бақылап тұрмын. Аха. Мына жерде тентек қой ұқсап, айналып жүрсіз, айналып жүрсіз. Тентек қой демеңіз қарындас, тентек қошқар деп айтыңыз қарындас. Пәтер іздеп жүрген жоқсыз болсы? Іздеп жүрмін. Пәтеріңіз бар ма? Иә. Қанша бөлме? 2 бөлмелі. Мен тұрайыншы. Құдай берді міне. Құдай қаласа. Бай табылды, күйеуге шығатын болдым. Өттім ау, ақыр үйтпейт жүріп жақсы болды. Адрес қандай қарындас? Бойдақ болдыңыз ғой. Жоқ. Ажырасқансыз. Құдай сақтасын, 5 бала шағам бар, әйелім алтын ішіне қабат. Етпейсің бе бағанан бері тентек қоқсап қасымда секіре бергенше? 2 бөлмелі үйім бар еді. Берем ба десем саған біреуін. Берсеңші енді. Бір араларында бір бойдақ, бір ажырасқан жігіттер жоқ па? Адам нерв ұстайды. Ақшасын төлейміз ғой, қарындас енді, қарындас. Сені квартираңа тұру үшін ажырасамыз ба енді? Қандай адам бер, мазақ тұрма адамды өзі квартира таппай далада қалып, не істерін білмей тұрсаң адам деген не деген адам бер шетінен? Аға, енді өзіңіз бір квартираңыз беріңізші аға. Маған осындай 12-де 4 күлі ашылған қыз керек. Сен сияқты еркек керек емес. Ой, бұл қызда квартира берейін деп жүр, алайын деп жүрген жоқ. Берейін деп жүр ма? Иә. Мен жаңа сигарет шегіп тұрып ойландым. Сен өте бақытты адамсың. Қанша бала шаға бар? Құдай қаласа 6 деп отырмыз енді. Машаллах. Бақытты адамсың. Менде 1 үштік бала бар. Америкада, Лос-Анджелесте. Сволочь мен тастап кетіп қалды. Тастап кетті ма? Мен соған арнап қартайған шағымда мені бағат деп 2 этажды үй салғам. Ол сволочь мен тастап кетті. Сол қаңырап бос қалды. Биыл ассамблея жылы мен саған жақсылық жасайын Рамазан айында. Сен соған барып бала шағаңмен тегін тұр. Ақша бермей ақ қой. Қарауыл болып тұрсаң болды. Отвечаю. Рас айтып тұрсыз ба? Рас. Қойыңызшы. Қоймайым, не қоям мен? Қоямайым мен. Сонда кәдімгіде 2 этаж дей ма? 2 этажды коттедж. Қанша бөлме? 28 бөлме. 28 бөлме? Иә. Ой, қорқам мен өқтін. Алла. 6 бала шағаңмен қорқып ақымақ. Қорқсан қатыңды алып жат қасыңа. Ой, маған 1 бөлме болса да жетеді қой. Подвалында 3 тонна ролтым бар. Қарның ашы ішіп жеп жатасың. Жоқ, аға, рахмет. Пейіліңізге, ниетіңізге рахмет. Бай екен деп тонап кетер, құрсын керек. Алла. Қазақсың ба? Иә, қазақпын. Қазақсың ба? Қазақпын ғой. Квартир іздеп жүрсің ба? Қайдан біліп қойдыңыз, іздеп жүрмін, иә? Қазақтардан басқа кім іздейді квартирді? Бейшара қазақ іздейді басқа кім іздейді? Аға, квартираңыз бар ма? Кімде? Сізде? Менде 40 квартир бар. 40? Қаланың центрінде 20 квартир бар, сыртында 20 квартир бар менде. Сен сатып аласың ба? Жоқ ай. Ай сайын ақысын төлеп жалдап тұрам. Қанша? Енді 20 мың берейін. Қанша? 20 мың. Онда мен сені гаражға тұрғызам. 20 мыңға. Онда 30 мың берейін ағай. Онда баняға тұрғызам. Зато бала шағаңмен жылы жатасың, жаурамайсың. Енді аға... Сенде бала шаға бар ма? Жоқ, бала шаға бар. Қанша? 5 бала шаға бар. Әйелім 6 ішіне 2 қабат. Қанша? 6 Құдай қаласа. Сен қоян болып кеткесің ба? Не болып кеткесің сен? Алла. 6 бала шағаң бар, еші бір квартирің жоқ, ақымақ. Сен түнде ойланбайсың ба? Мен не жасап жатырмын? Мен не жасап жатырмын деп ойланбайсың ба сен сонда? Алла. 6 балаң бар, еші бір квартирің жоқ, ақымақ. Свет өшше болып бас саласың, ақымақ. Жоқ, аға, Құдайдың бергені ғой, адам соған ойланама қойыңызшы. Конечно, ойланады. 6 балаң бар, еші бір квартирің жоқ. Сені қой бір келін ойланбай ма? Біз не жасап жатырмыз, біз не жасап жатырмыз деп. Жоқ, аға, бізде қазақтарда бала шағаның көп болғанын қалайды. Бізде қазақтарда мақал бар. Бір қозы туса қорада, бір түп жусан артық шығар далада деген. Мә, өсет саған жусан. Ақымақ.
Жусан сен танысың ба ақымақ? Табаннан тозып кеттім. Квартира іздеп жүрмін, квартира. Квартира бар ма, арзандау квартира? Осыдан 1 жыл бұрын ауылдағы кең сарайда үйді сатып, осында көшіп келгенбіз. Несін айтасың, квартира ала қаламыз деп. Қаяқтан квартира аламай қалдық, қымбат екен ғой квартира. Сонымен қазір жалдап тұрып жатырмыз квартираны. Жалға ақысын төлеп, ай сайын жалдап, қазына леви берік, прави берік, бәр жердің бәрін біліп алдық қазір. Қай жерде не бар екен Астананың? Қыдырып емес Астананы. Квартирадан квартираға көшіп жаттап алдық көшелердің бәрін. Осы жерде бір арзан квартиралар бар деп жазып қойып тұр мынау рекламада. Соның алдына адамдар шығады деп еді. Келе жатыр ма? Қазақ пекен, орыс пекен? Здрасте. Здрасте. Квартира? Квартира. Квартирант. Квартирант. Да. Посуточно, да? Посуточно. Не айтып жатсыз, түсінбедім. Не, квартира есть? Есть. Надо. Я на улице остановилась. Дети маленький. Қазақ сөйлемесе. Адам жында дейіп кеттің ғой. Қазақша білесіз бе? Самая русская, қазақтардың ғасыр жүріп, әбді қазақ болып кеткенбіз. Мен осы Астанада Леви берікте бабушка жүрсек бәрі таниды. Баба Шура дейсіз бе? Баба Шура емес, бабушка Шура. Бабушка Шура. Квартира іздеп жүрсің бе? Я. Квартирадан көп қой менде. Болды. Бірақ саған қоятын условияларым бар менің. Ана үйді әктеп, краскілеп дегендей. Ой, ондай жұмысты мен ауылда күнде істеп жүрмін ғой, мен ондай жұмысты. Қолымнан бәрі нәрсе